안녕하세요. 센스 코리안의 몰리입니다. 여러분 반갑습니다. сәлем достар, біз бүгін сіздермен үйренетініміз кәріс тіліндегі ай атаулары. Кәріс тіліндегі ай атауларын тақырып етіп таңдау себебіміз біздің ағылшын тіліндегідей, орыс тіліндегідей, қазақ тіліндегідей кәріс тілінде жеке ай атаулары жоқ. Мысалға ақпан, мамыр, маусым деген секілді. Кәріс тіліндегі ай атаулары сол айдың реттік нөмірі және ай деген сөздің қосындысы арқылы жасалады. Міне осындай бір қызық нәрсе кәріс тіліне қатысты. Мысалға, қазір ақпан айы екінші ай, ақпан айын екінші ай деп айтады. Сіз просто сол цифрларды және ай деген сөздің қалай айтылатынын жаттап алсаңыз болды. Сіз кәрісше ай атауларын айта аласыз деген сөз. Олай болса, кеттік. Ең алдыменен кәрісше ай деген сөз өл. Өл деген бұл ханжао, яғни кәріс тілінің таза өздерінің сөздері емес, Қытай тілінен енген. Өл жазылғанда хангыльмен өл деп жазылады, аудармасы ай. Енді ай атаулары осы өл деген сөздің алдынан айдың реттік нөмірлері келу арқылы айтылады. Ең алдымен бірінші айдан бастайық. Мысалға, қаңтар айы бірінші ай, ол ироль болады. Ироль, ил, бір, өл дегеніміз ай, екеуінің қосылып, ироль бірінші ай қаңтар шықты. Яғни январь, екінші ай ақпан, екі дегеніміз и, өл дегеніміз ай, екеуінен қосылып, иөл, ақпан деген екінші ай шықты. Яғни февраль. Үшінші айымыз сам, өл. Сам деген үш, өл деген ай, екеуінен қосындысынан самөл, март, яғни наурыз деген айдың атауы шықты. Наурыз, самөл. Келесі, төртінші, апрель немесе сәуір, Сәуір реттік саны бойынша 4, яғни кәрісше 4-ті қалай айтамыз? Са, өл, сәуір. Апрель немесе сәуір, 4 дегеніміз са, өл дегеніміз ай, яғни 4-ші ай сәуір. Келесі, 5-ші ай. 5-ші ай бізде май, май немесе мамыр. Мамыр 5-ші айды айтқан кезде, яғни 5 цифрын және өл дегенді айту керек бізде. 5 о болады. Өл. Өл. Яғни 5-ші ай мамыр. Келесі 6-ші айымыз маусым немесе июнь. Енді осы жерде мұқият тыңдауларыңыз керек болады. Себебі кәріс тілінде мысалға барлық 12 ай бар ғой. Сол 12 айдың барлығы бірінші айдың цифры қасына өл келіп айтылса, 2 ай ғана өте ерекше айтылады. Соның бірі осы маусым, яғни июнь айы. Июнь айы негізі 6 және ай деген сөздің қосындысынан жасалу керек қой. Солай жасалады. Юг 6 дегеніміз. Юг және өл. Юг-өл болу керек, бірақ осы жердегі юг деген сөздегі к әрпі түсіп қалады да, ю-өл болып айтылады. Ю-өл, яғни июнь немесе маусымды біз кәрісше юг-өл емес, ю-өл деп айтады екенбіз. Осылай, 6 және ай деген сөздің қосындысынан жасалғанменен 6 деген санның к әрпі түсіп айтылады. Ю-өл. Келесі 7-ші ай шілде немесе июль. 7 және ай деген сөздердің қосындысынан жасаймыз. Бұл жерде ерекшелік жоқ. 7 бізде чил және өл. Чил мен өл қосылып чироль болады. Чироль. Июль немесе 7-ші ай. Келесі, яғни шілде айы. 8-ші айымыз тамыз. Тамыз бізде август реттік саны бойынша 8-ші, яғни кәрісше 8 деген цифрды айтып, қасына өлді жалғай салады екенбіз. Яғни 8 кәрісше. Паль және өл. Екеуінің қосындысынан пароль. Жақсы. Келесі 9-ші ку. 9-ші айымыз біздің қыркүйек, яғни сентябрь. Сентябрь реттік нөмірі бойынша 9, яғни кәрісше 9 саны ку, өл. Ку деген 9, өл деген ай, қосып куөл, қыркүйек деген ай атауы шығады. Куөл. Келесі 10-ші октябрь немесе қазан.
қазан осы жаңа жоғарыда 2 ай бар дедім ғой, ерекше подчимі, яғни соңғы әрпі түсіріліп айтылатын. Біреу жаңағы 6 ай шілде маусым болатын болса, біреуі осы октябрь қазан айы, яғни 10 деген бізде шип, ай деген ол, шип ол болу керек еді ереже бойынша, шип ол. Бірақ шип, яғни 10 деген санның п әрпі түсіп қалады да, соңғы әрпі ши ол болады. Шип ол емес, ши ол, ши ол, ши ол, яғни октябрь. Келесі 11-ші айымыз бізде ноябрь, қараша. Қараша реттік нөмірі 11 болғандықтан, кәрісше 11. 11 бізде шип ил болады. Шип ил және олды жалғаймыз. Шип ил және ол, екеуін қосқанда шип ирол, шип ирол. Келесі 12-ші ай, желтоқсан. Менің өте жақсы көретін айым, өйткені туған күнім желтоқсанда. Сонымен желтоқсан немесе декабрьді кәрісше қалай айтамыз? Яғни 12 деген цифрдың қасына кәрісше айтып, олды қосып айтасақ болады. Яғни шип и 12 ол ай. Сонда шип и ол декабрь, шип и ол декабрь. Сонымен қазір барлығын жеке-жеке сіздерге біріктіріп, айлардың атын ғана қосылып айтуларың үшін уақыт қалдыратын боламын. Олай болса, осы тағы да бір осы ол сөзіне қатысты қызық информациялар, сөздіктер қосып айтып кетейін. Негізі осы ол деген ханжа арқылы кәріс тілінде өте көп сөздер жасалады. Соның біреуі мысалға ольчо, ольчо, яғни айдың басы деген сөз. Мысалға ақпанның, қазір бізде айдың басы, ақпанның 4-і, яғни ольчо, ольчо. Сосын ольмаль деген сөз бар. Ольмаль айдың соңы деген сөз. Зарплата түсетін уақыт, ольмаль. Ол деген ай, маль деген соңы немесе соңғы, екеуінің қосындысынан ольмаль айдың соңы деген сөз жасалады. Және де айдың соңында бізге не келеді? Әрине зарплата, жалақы келеді. Зарплата сөзі де осы ол деген сөздің тіркесуі арқылы жасалады. Олькіп, олькіп, зарплата. Сонымен бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. 오늘은 여기 다음 영상에서 봐요. 안녕. January 1월, February 2월, March 3월, April 4월, May 5월, June 6월, July 7월, August 8월, September 9월, October 10월, November 11월, December 12월,